Сен қосылып немерем, кеңейді ғой керегем, әттең қолдан келмейді, айды алып беререм. Көптен күткен қуаныш, Алдамұратов Оралбай ағамыз немерелі болып, Тақтакөпір ауданы Жақсылық сарай мейрамханасында бесік тойын атап өтіп жатыр. Ағайын туыс, жора жолдас, құда құдағи, көрші қолаң ауылдастармен ақ дастарханнан көңілді кештің қадірлі қонақтармен қуаныштарын бөлісіп жатыр. Біз де өз кезегінде шақырған жерге бар деген ұранменен келіп кештің куәсі болып қайттық. Ал ендеше той баршаңызға жұғысты болсын деген ниетпен осы бейнетүрілімді ұсынып жатырмыз. Жас үлкендердің батасы қабыл болсын, төрт көзіміз түгел жақсы күндердің куәсі болайық ағайын. Қайырлы күн, қадірменді тойға келген алыс жақыннан келген барша ағайындар. Мынау қасымұлыққан ұрпағымен мың жасаған деп тегін айтпаған. Мынау дүниеге бір қозы туылса, бір түп сусан артық шығар деген қасиетті сөз бар. Бүгін мынау біздің Оралбай көкеміздің отбасында, ортасында үлкен жаңалықтың көкесі болып жатыр. Мынау енді бүгінгі дүниесін ашып жатқан Жандос баламыздың жаңа өмірге аттаған қадамы сәтті болсын, сәттілік серік болсын. Бір жаратқанның қорғауында болып, ертең күні алқалашқа аты шыққан үлкен халыққа, елге пайдасы тиетін азаматтардан болсын. Той құтты болсын. Ал енді тойға келген ағайындар бүгінгі баладай көңілмен даладай дастархан жайған Оралбай ағамыздың кең дастарханынан орын алыңыздар. Сыртта қонақтар болса шақырып қойыңыздар. Бүгінгі тойымызда алыс жақыннан келіп отқан керемет әншілер бар. Енді мынау ауыз тидік болды, бір міндеттен құтылдық деп кетіп қалмаңыздар. Уақыттарыңыз болса, мына тойдың тамашасына бір қарық болып отырыңыздар. Той құтты болсын, құрметті ағайындар. Жандос баламыздың бауы берік болсын. Жандос
барша ағайынның жан досы болсын, жан күйдіретін азамат болсын. Әдем әнімізді қабыл алыңыздар ағайындар. Той құтты болсын қане. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, балалы құстарым өзіңе көзіңнен танимын, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Өтеуге борышым, анасым жан сырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің байлығын, сыйлайын кеш мені, сыйлайын ай мен күн, қолыма түспеді. Армағайын қымызысып етсеген, бұл халықтың күні тойсыз өтпеген, басымды иіп сәлем бердім сіздерге, босағадан ардың иісі кетпеген деп. Ал енді қаумалаған ағайындар тағы мәрте, қайырлы күн бәріңізге. Сау саламат барсыздар ма? Ал енді базары тарқамаған ұл ортақ, қыз ортақ, күн ортақ ағайындар бүгін мынау тойды ортақ қылып, Оралбай ағамыздың жайған дастарханына қош келдіңіздер. Бүгінгі тойдың мән-жайы бәріңізге белгілі. Бүгін мынау немере несін береді, етін жеп сүйегін береді, өз балаңды өзің үшін бағасын, немереңді өле-өлгенше бағасын демекші. Біздің мынау қартайған шағында Оралбай көкемізге бір ермек табылып, Жандос атты немересі өмір есігін ашып жатыр екен. Соның себебіне Оралбай көкеміз бен Арай апамыз енді халықты шақырып үлкен дүбірлі той беріп жатыр. Бәріңізді осындай немере шөбере сүю бақыты бұйырсын. Тойға қош келдіңіздер. Оралбай ағамыз бен Арай апамызға деген тойға құтты болсын бәріңіз болса, бір әдемі шапалақтарыңызбен білдіріп отырыңыз. Той құтты болсын бәріңізге ағайындар. Бәрекелді. Енді ағайындар, жас баладан биік болады демекші, жаста болса ақыл айтты демеңіздер. Тойдың тамағы тартылып жатыр. Тойдың тамағынан ауыз түйіп түргіріп кеткенді қояйық. Әзір енді мынау түстіктің кезі, шамалы мынау осы тойдың бір қызығы мен сызығына куә болып отырайық ағайындар. Енді мынау бүгінгі тойды бастап беретін жас үлкендерді шақырайын, ары қарай созбайын. Жаңа құдалар келем дегенше тойды бастамай тұрдық. Бірақ енді осы Жандостың жаңа нағашы жұрты Оралбай ағамыздың құда-құдағайлары келді. Енді қадамдарына сәттілік тілейміз. Бүгінгі тойды бастап беретін Сақыпбай ағамызды, Қоныс ағамызды, Молда ағамызды, Әміржол әке бармысы şu yerде? Келіңіз. Рахмет.
ал енді ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда, бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда, ішіне адам кірмесе сарайынан не пайда, араласып жүрмесе ағайыннан не пайда деп, енді мынау біздің Оралбай ағамыз немерелі болды деп, алыс жақыннан келіп, бүгінгі тойда төбе көрсетіп, бата берейін деп атқан жас үлкендерімізді ортаға шақырдық. Ал енді тойға қош келіпсіздер. Кімнен бастаймыз? Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мінекей бүгін Оралбай ақтықты болып, ақтығын қан жағып, мына ақсақал жас үлкендердің пәтересін алып жатыр екен. Бәрі құтты болсын, оң болсын. Немесе мінекей жандос баламызға ұзақ, Алладан ұзақ өмір тілейміз. Сол сіздердің артыңызда ұзақ өмір жасай берсін. Ореге осы мінекей солардың жандостың шау кескен, жүрген, классқа барған, оқып бітірген, Құдайымыз жоғары оқып бітірген қызықтарын теңдей көре берді. Сол баламыз бүгін өтуге келіп жатқан болса, Құдайым қадамынан нұр жаусын. Осы жас үлкендердің айтастасын, ұзақ өмірі болсын. Және тойларын тойласын, Құдайым сол бір ата-анасына, елге қызмет ететіндей азамат болсын. Сол жәндер байтабы ұзақ өмір сүрейміз, Құдайым сол жақсы азамат болып өсеміз. Рахмет. Енді жас үлкендер ортаға шақырып жатырмыз, баталып жатырмыз ағайындар. Әумендік бол, ізінен бір шапалақ соғыз берейік ағайындар. Сонымен тағы да мынау Әмудария сонау Маңғыттан төріне келіп отқан осында Әметжан әкеміз бар. Қош келдіңіз аға. Yana bir marta aqtı bo'lsin. Shu aqtimiz bir katta yigit bo'lib, el boshqarida olgan bir azamat bo'lishini tilakdoshman. Shu kunlarda birga qizg'in bo'lib yurgaysizlar. Shu bilan qatnashgan hammangizni ham shu tug'ilgan shu bolaning sababli hammamizga ham uyimizda jinagan derganlarimiz shunday to'ylarga, yaxshi kunlarga yurg'ay. Mana shu jandosning uylangan to'ylaridan shutib o'tirish hammamizga nasib qilsin. Рахмет ағайындар. Енді мынау қолға қараған жұмыс қой, мен айтсам, айтпасам соқпайсыздар ма бірақ? Әметжан әкем бір ауылда бір мақтан басын, ой, мен тойда бір тілек айтып едім, тост айтып едім, барлық қазақ орнынан тұрып шапалақты қайта ұрып, жақсап соғайықшы ағайындар. Алла мақтап барады. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Мына бүгінгі тойдың себепшісі дүниеға келген нәрестенің осы үлкен әбәдетте бас қосып жиналуымыз себепті. Сол дүниеға келген нәрестеміздің бауы берік болсын, ұзақ өмір, ұзақ жас берсін Алла Тағала. Қалған жағында соның пішпе тойында, үйленген тойында, осы жасық сарайында соның жақсы күндерін көру әмемізге несіп етсін. Бәріңізде осындай жақсы күнге жеткерсін. Ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға жеткеріңіздер. Құдайым той құтты болсын. Бәрекелді. Оралбайға тойыңыз құтты болсын. Өз балаңды өзің үшін бағасын, немереңді өлгенше бағасын дейді. Немерен несін береді, етін жеп сүйегін береді дейді. Аз айтамын өзім, қоятыңызшы. Сол мына өміріңіздің жалғасы, ұрпақтардың жалғаушысы, бүгінгі жандос балаңыз барша ағайынның, осы елдің жан досы болсын, шын көңілден қызмет ететін адал азамат болсын.
мына бір сіздей атасы немересін қатты еркелетеді екен ғой. Қатты түрсіз ерке болған, соны бір күні 1-ші классқа берген, 7 жасқа толған. Баяғы күнде сағат 10-да келеді екен сабақтан. Бір күні 9-да келген баяғы немересі. Сонан баяғы атасы қауіптеніп, атаңа баласы сен бірдеңені бүлдіріп келдің, күнде 10-да келетін, бүгін 9-да келдің. Артыңнан мұғалімдер келатыр, сен сабақтан қашып келатсың. Тығыл деп баяғы Жандосты бір жерге тығайын деп атса, Жандос айтады дейді, атам мен емес, наоборот, сіз тығылыңыз. Не болды десе, сонда Жандос айтады дейді, сізді қайтыс болып қалды, сабақтан сұрақ келіп едім деп айтты. Сол сияқты мына қартайған шағыңызда сізді әрдайым әзілге бөлейтін, жақсылығымен қуантып жүретін немере шөбереңізге дейін сол сізді көру несіп етсін. Рай апа сізге де құтты болсын, бәрекелді. Сіз серьезный болғасын, көп әзіл айта алмаймыз, тойыңыз құтты болсын. Енді мына кісі артына қарап кетпесін, осыдан бастап бір не қылып рептер жіберіңіздер, келіңіз. Келіңіз ғана. Ал, шапандарыңыз құтты болсын. Ortasında taray sayılan sarı samanın akkumanı. Rahmet, ortamızı oturma ruhsat. Ruhsat ortamızı ғана. Осы мынау Қырғызстан деген ел бар. Негізі содан шыққан. Қазір мынау Астанадағы Шабыт университетінің 2-ші курс студенті Айтыс факультетінің түлегі менің шәкіртім осында Ринат Қожамұратов деген жігіт келіп отыр. Халықаралық айтыстардың, Моңғолиядағы Ташкенттегі халықаралық айтыстардың жеңімпазы. Бүгін мынау осы тойдың үстінен шығып қалды. Ұстап алдық, бір арнап айтып бересің деп. Сол жігіттің бір Орекеңе деген Рая апамызға, Жандос баламызға деген бір әдемі арнауы бар. Бір қошемет жауап қойыңыздар. Алдарыңызда халықаралық айтыстың лауреаты Ринат Қожамұратов. Одан кейін тағы бір ауылдың тарланы тұяғын теуіп тұр, мен шығайын деп. Енді мынау алыстан келген қонақ, сен тұра тұр, сонан кейін шығасың деп бір тарланды ұстап қойыппыз. Соның ішінде әдемі жырдан азық алып, рухани байып отырыңыздар. Той құтты болсын. Бәрекелді ағайындар. Төгілсін көмейімнен өлең терме, той десе ел құлағы елеңдеуде. Бүгінгі дүбілі той құтты болсын, жүрегі алғышып дегендерге. Алтының толғасы үшін Оралбайдай көкеміз қуанышқа кенелгенде. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, уағалейкум әссәләм дегендерге. Мына той ұланасыр тойдай болсын, ағайыннан шапалақ айғай болсын. Шапалақ соғып отқан қонақтарым желіге жетпіс құлын байлай берсін. Шапалақ соқпай отқан қонақтарым алақаны керісінше май-май болсын. Соққандар қазығарда шайнай берсін, соқпағандар саусағын шайнай берсін. Соққандардың отбасы тату болып, соқпағанның үйінде айғай болсын. Бісімізде ақын болып жайланғанмын, ақын деген атыма сай болғанмын. Той беріп Оралбайдай дәудің емес, жинады бәрін мұнда байлағанмын. Тойыңыз құтты болсын, Рая апа. Ең жақсы тілек бұл деп ойланғанмын. Той иесі бүгінгі жақайымдар береке бірлігіне қайран қалдым. Жақайымнан тұлғадандар шығады ғой, әрбірісі тарихқа айналғанмын. Осындайда бүгінгі жақайымдар реті келіп ақтыр айғайлаудың.
алдың шап десеңдер шабады ғой, ағайын бүгін маған қарады ғой. Құдалар келіп отқан шөмекейлер құдасының көңілін табады ғой. Шөмекейлер қашаннан батыр халық, жауына шап десе де шабады ғой. Ай, айналайын шөмекейлер қайдасыңдар, осындайда бір қиқым салады ғой. Құдалардың қиқымын естіп тұрмыз, ағаның әрбір сөзі бағалы ғой. Ай, құдалар айқайлап болса егер, әрқайсысы 50 мың салады ғой. Ай, ағамыз жанымызға жақын келсін, халайық айтқан сөзді мақұл көрсін. Жан достай нар баламыз ардағайын, ел билейтін өскенде әкім болсын. Ел билейтін өскенде әкім болсын, әрқашанда халқына жақын болсын. Егерде жандос әкім болмай қалса, ағайын мына біздей ақын болсын. Көмеге өлең келсе тағы түрлі, мұндайда тіл тиегі ағытылды. Осыменен арнауды доғарайын, ағайын мен алмайын уақытыңды. Аспаннан жауған қардай үйіп төгіп, тойшыл ел құдай берсін бақытыңды. Өркенің өссін айналайын. Әдемілеп бір қошемет соғайық ағайындар қане. Халықаралық ақындар айтысының лауреаты Ринат Қожамұратов деген жігіт. Енді ортаға тепсініп тұрған жаңағы айтқан мынау өздеріңіздің ұлдарыңыз, кешегі әупілдіктің жалғасы марқұм Жанқожа ағамыздың ұлы, мынау Алматыдағы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның 2-ші курс студенті. Қошемет атын білесіздер ағайындары. Айдар Мөкешев ұлдарыңызға бір қошемет соғып қойыңыздар ғана. Бәрекелді. Бүгінгі той құтты болсын. Әрқайсымыздың жанұяларымызда осындай қуаныштар көп бола берсін. Алла тағала барлығымыздың үйімізде осындай қуаныштарды бере берсін. Бізден енді бір Наурызбек атамыздың термесі болсын. Үлкен
Заңдастырылы тегімен құлақты салы сөздің келем термедеген нәсихан пайдалы нәрсе жігіттер адамға ақыл бермеген кем болмайсың жігіттер жасырайдан аса күнеген азырақ сөйлеп әжерді болма тіліміз шермендер асқа кетер бір қызы көкірегіміз асырып ақылда айтсақ жас өлген айтамыз сөз ау асырып мынау жаман екен деп аяққа жүрме басынып дүние бізден дөңгелек дәуренде сүріп көмеңдеп сыртыңнан өлім бағып жүріп бір күні сені көрем деп асылда туған кетеді бар жоғына көнем деп пәлен түген дегенмен сақтағай бізді пендем деп сәулелі жарық дүнияда жүрміз басып алшаңдап алға қарай аршаңдап 25-тің кезінде кесірде болат алмастай туғанда жігіт қошылдап өз күніңде болып өтау жүруде бермей бола сылтылдап Мен сөйледім жасымда қалайда жақсы асылды басымнан бақыт қайған күн тұрады сенің қасында аралап жүрміз бұл күнде бес қаланың арасын сөйледім сіздің арнасын қалай шапқан жүйріктің көрікте жүрміз шамасын кеспегейде болайын сөйлеген сөздің сағасын алғыс айтты үлкендер бәрекелді балам деп пәтия деді саған деп талайлар көрген жүйрікті мен қария бабам деп ағайлар айтау үнімді осы да бүгін көріндеп етімде қызып шапансың сөйледім сөзді термеңдеп қыз келіншек тыңдадым жайдары көзім мөлдіреп талай асыл сөздер бар мен сөйлеген бөлмелеп басымда бақыт тұрғанда ақыл балқандай әлбайда шалқыған күннің мәскейі аспайды сөзім бір қолға өскенде желім ойнаған адамға ыстық қалайда бақшасына кеткен соң шалқыма сайран бұлбұлда шықырлап зейін апалады сайранда кетсәуі жаңа екі жанып жатқан жұлдыздарды ортаға шақырайық. Кім? Айдар, Ринат, келіңіздер. Рахмет. Жаңа енді әзір тойдың атынан, ағалардың атынан бір сый-сипаты бар. Осыларды қабыл алыңыздар. Келіңіздер. Бәрекелді. Әкеліңіз. Әкеліңіз. Рахмет. Әзір осындай шапан немен, бая бізден де сондай шапан, қытайский көйлек мынандай шапанда жоқ еді ол кездері. Сонымен қайтатын ақшаға жымай өлеңдер бара-бара аласыңдар. Ал ақ жарылғап күн туып, күнде қызық болсыңдар, келін түсіп ұл туып, үйге бала толсыңдар, жамандық тілек тілейтін жауыздың гүлі солсыңдар, бұл жыраулар тілегі сол тілекті тілейтін, мен де соның біреуі. Әумин. Қабыл болсын. Шап десең неге тізгін тартып қалам ағайын алғысыңа балқып барам. Осындай мерекеде жиындарда ақынем жырлауды еш артытпаған ағайын маған берген теңгеңізден алғысыңмен рахметің артық маған. Рахмет, өркендердің өсін айналайындар. Бәрекелді осындай. Талай тойлардың тізгінін ұстап жүре беріңіздер. Енді мына Оралбай ағамыздың класстастары атынан осында мен Дүйсен ағам шақырайыншы. Дүйсен аға келіңіз міне. Сый-сипаты бар екен. Оралбай аға келіңіз. Рай апа қайда? Мына сыныптас достарыңыздың атынан бір әдемі сыйлығы бар. Келіңіздер. Мен дүниеге балдарым бауы беріп болсын. Үлкен азамат болып қасымызды. Қуанышымды бізге бөліседі. Жаңағы осы бәріне де осы не жұмысты болсын той. Бәріне. Тойларды той боласын. Кішкентай кілеміміз береді. Соны беріп өтеді. Рахмет, қошемет соғылайындар алып, сыйлықтарыңыздар соға рұқсат. Қошемет соғылайын.
жиен неменеңіз құтты болсын, жиені жақсы қандайды, үзілген жерді жалғайды деп, екі араны әрдайым жалшысы болып, екі араның көпірі болып, осы жандос жиендеріңіз бір үлкен азамат болып өссін, той құтты болсын сіздерге де. Ал енді жиналған жалпыға мынау дүниенің есігін ашып атқан жандос ұлдарыңызға бір тілектеріңізді білдірсеңіздер. Оралбай Рая, сіздердің себебіңіз шөберелі болмақ. Құдайым ұзағына болсын, құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ырзық несібесіменен берсін Алла. Осы отырғандардың бәріне де нәсіп етсін, ішке бересін. Балдарың бақытты, дәулетті, ырзықты, несібелі болсын. Екі жақтың да қызметі берсін. Алла амандығын берсін. Рахмет, естіңіздер ғой, шөберелі болып жатырмыз, бәріңізді осындайға жеткенсін. Қошемет соғайық ағайындар міне, бәрекелді, ал Зәке. Оралбай аға, Рая апа, жандостай бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, еліне елеулі, халқына қалайлы, үлкен азамат болсын. Қызмет ектегіздер құрысты. Іздеріне қарындастар елей берсін, әмеге той құтты болсын. Барлықтарына сәлем. Оралбай аға, Рая апа, немерелері құтты болсын, бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, Алла тағала өмір жасымен берсін. Сол тойларын тойланырсын, балдарын бақытты болсын, дәулетті, несібелі бала болсын. Сол жандостайымыздың сүндет тойын, папка тойын, тұсаукесер тойларының куәсі болып жүре берейік. Төрт көз түгеліміз аман болып, солардың куәсі болып қызметте жүре бергеніміз. Екі жаққа да теңдей қызметте болғай, балдарымыз бақытты болсын. Және бір мәрте тойларды тойға аласыз. Рахмет, бәрекелді. Мынау үш жұптың ішіндегі ұлысы деп айтылған бұрынғының дұрысы көп. Мен сіздерді жақсы көрем, нағашы анамның бірге туған туысы деп кеп қапты осы тойға нағашылар, нағашысы бар жігіттің бағашылар деген. Ал енді жалпы жандостың нағашыларына бір қошемет соғайық қана, бәрекелді. Ал енді Ореке, Рая апа, жиналған жалпы жамағатқа, ағайын туысқа, дос жарандарға бір жылды тілегіңізді білдіріңіз. Ассаламалейкум. Әлбетте бүгін үлкен бір шаңырағындағы күшті бір жаңалықтарымызға ортақ болып жатқан туған туысқан ағайындарға, құда жекжат бәріңізге шын көңілден ақ тілек тілеймін. Міне келгендеріңізге рахмет. Міне біздердің жолымызды бірге жасыл гүлдердің біздерге үлкен берген тәрбиелерінің арқасында осындай жетістікке жетіп жатырмыз. Міне ел халқымызға мың алғыс. Елімізге бәріне жоқсты болғай. Мына келіп жатқан құдаларымыздың қадамдары қайырлы болсын. Дүниеге келіп жатқан баламыз ел ағасы болсын. Біздердің жолымызды беріп, ел халықтың үлкен бір батасын алып берейін деп үлкен бір ниетшілік бердім. Міне үлкен бір ниеттерін іске асырып жатқан бір күні қуанышты. Әрмейді осындай қуаныштарға жеткіре берсін. Шөпіміз жазылмай, құда жаттымыз, ойып-қоямыз бәрі аман болып, еліміз тыныш халқымыз, алыстағы жақындағы ағайындеріміздің барлығына Құдайым сол мың алғыс рахмет бәріңізге, қошеметтеріңіз үшін. Ассалаумағалейкум, қалайық. Міне біздің жандостайыммен жиналып келген кезінде келген қадімдерімізге көп етсін. Сыйлық келгендерің үшін рахмет. Сендерге де осындай тойлар жұғысты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, жұмыстарыңда табыс болсын. Міне құдаларың қадімдеріне көп етсін. Қарым-қатынасымыз бұнан да бетер күшті болып, осы жандостайымның сүндет тойында, бірге шыққан тойында бас бұрап отыра бергеніміз ағайындарменен рахмет бәріңізге де. Рахмет, айтқан ақ бата тілектеріңіз бәрі қабыл болсын. Ал енді сіздерге рұқсат бар, қонақ жайларыңызға бір фотоға түсіп алыңыздар, сонан кейін апау фотоға түсіп алыңыздар. Ал енді рахмет. Барша ағайындарына, қоңсы, қоба, барша дос, жаран, жамағат, коллектив, бәріміз бір ортаға биге шақырайын күні. Бір билейтін уақыт болды. Кезекті мен музыкант жігіттерге берем. Той құтты болсын ағайындар. Кеттік.
мәңгілік жасқа жеткерсін. Құдайым Алла ақтық, шаулық, немере, шөбере сіздерге де нәсіп етсін. Тойлары тойға аласың. Үбірлі көп болсын. Тойға жиналып атқан ағайын туған бәрін де тойларын той қылады. Барғандарың той болсын, жегендерің той болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, өйстіп тойда шақырып жүрген. Мен шөберелі болып жатырмын. Шөберемнің өмір жасы ұзақ болсын, дүнияға келіп жатырған. Дені сау болсын, ырзық несібесі мол болсын, ата енесіне мейірманды болсын, біздерге де мейірманды болсын. Біздің жағына да қызмет болсын. Ізінен ере берсін. Тойларын той қыласың. Христиан Баубек болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Һәм ата-анасына Құдайым жақсы қызмет қылсын, мейірімді бала болсын. Һәм енді осындай жаңа мінеге айдамыз шөбере деп отырыпты ғой, Құдайым һәмменен сіздердің соған жетпеді. Тойың той қыласың. Қадамына Құдайым гүл бітсін. Мінекей сіздің немереңіз ғой, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, елге қалаулы, мейірімді, ақылды, саналы ұрпақ болсын. Ізінен көбейе берсін. Немереден шөбереге жетіңіз, шөпшекке жетіңіз. Осы отырған барлық қара көздерге ел аман, жұрт тыныш, дастарханымыз толы болсын. Алла тағалам денсаулық берсін. Жегендерің қой болсын, көргендерің қой болсын. Барлық аман болсын. Енді мынау не әкелген, не қойған дастархан ашу, бұяқта подаркілері бар. Соны біртінде таныстырып айтарсыңдар. Мә, Қалия, кел. Жоқ, енді сіз микрофондан айтыңыз, дастархан ашыңыздар, келіңіздер, дайынмындар. Енді мен көлік көншектерді араласа бермей қояйын, келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауымдар. Той құтты болсын. Оралбай аға, Рая апа, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Жандостайдың бауы бек болсын, алдарында аман болсын. Үлкен азамат болып жетілсін. Солардың мұсылман болған, үйленген тойларында осылай өткізіңіз, түгел, аман, есен тойлап жүре бергеніз. Енді ырымдап әкелген азғана затымыз бар, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бекешімізбенен күйеу балаңызды. Жанап қайда? Құдағайымызды. Murnuq namazı. Murnuq namazı. Amin apa?
Asıl abisi. Oramam sonunda. Oralbay ağa. Fındık papası. Akgül'de kaynağımız değil. Abidin. Akgül. Ağa. Şöyle tamaqlanғанда жеп отырғызатын несі коляскасы велосипеді ал бәрі құтты болсын. Шипанеріміз бар, айтқандай оны әкеле алмадық, ауыр, сондықтан ішінде несі бар екеуі бәрі далада киімдері. Шипанерінің ішінде негізі әкелгенбіз, ішіне ілдіріп ауыр болғасын әкеле алмай отырмыз. Мынау Жандостайдың шытымасы. Мынау майсоғымыз. Мынау шашуымыз мінекей. Tasmay alған.
әже бар, Салпет кісі. Сосын жандостайымыздың еншісіне бір тайымыз бар. Мына осы Оралбай ағаның ағайын туыстарына берген шашуымыз. Иә, құдағайыңызға ма? Ал енді тапсыруға рұқсат беріңіз. Енді қотала жаталымдар ғой, енді қай күні басында берулері керек енді. Рахмет. Хотя бір 20%. Рахмет. Ал, қошеметтеп қояйық, құтты болсын аға. Алдым сағынан сау жүре бергенсіңдер, ақтықты шаулықты болдың да, Шын ниеттен беріңіз. Болмаса жоғалтып алатын болсаң. Қолын жіп кетесің, ұзақ тұрғанда қарсы үйде болмасын. Қошеметтеп қойыңыз. Бәріңізді осындай сөйлесейік, құдағайларыңыздан алға тартыңыздар. Армандардың орындалған күні бұл. Шаттық толып, қуанышқа жүрек тұр. Немере деп айтады ғой ең тәтті. Құтты болсын осы бақыт осындай. Көптен күткен арманың орындалды. Жүректерде махаббат жылылық қалды. Балалардың күлкісі үйге нұр төкті. Әр күніңіз шаттыққа ақсын нағашым. Армандар орындалды, қуаныш келді. Немере сүйдіңіздер, жүрек нұрға бөленді. Балалар күлкісі үйге нұр төкті. Тойыңыз шаттықпен, бақытпен өтті. Нағашым, сіздің ең бірінші сүйіп жатқан немереңіздің өмір жасы ұзақ болсын. Сіздің көңіліңізде мен де қатты қуанып тұрмын. Баршаға қуаныш сыйлай, тойға шаттық тойға, Избасаровтар айласына келді бақыт шалқарай. Әнші аға ән салып, тойға шаттық қосып тұр, күніміз күндей жарқырап. Барлығымыз шаттық болсын, қуанышпен бірге болсын, өмір ашық нұрлы болсын. Барлыққа бақ тілеппіз, бәріміз бірге жыр айтаймыз. Басталыпты өмірдің көшіміне, бөлейікші бөбекті бесігіне, салт-дәстүрін ұлтының біліп өссін, жігіт болсын лайықты есіміне. Уілдейді бесте шіркіннің үміт, бола алмайды бес той бұл күн үміт. Тілімінен қазақтың өрнек алып, мен беді мен үшінші ғұрпын ұғып. Көзін салсын бесіктен бұл ғаламға, биіктер көп көз қанат талмағанға, түзі өссін тал бойы ұйқы қанап, шашамасын ғаламда шарлағанда. Бабасының бесік бол терісінен, қазақ болсын бесікке бері тиген. Ақ бесікті анасы тербетеді, бұл болсын азамат ел сүйген. Ол қолымен бесікті тербетшенге, әрдейімен сезу өмір өрнектерін. Дариды екен бесіктен құт береке, тілек саналы жеткенін. Мына біздің ауылымыздағы Оралбай ініміз бен Раяның немересі құтты болсын, бауы берік болсын, дені сау болсын, өмірі ұзақ болсын. Биік белестерді бағындыратын азамат болсын. Барлық уақытта оттың басы аман, осындай тойлар көп болсын. Жанарлары жаздай болсын. Өсіріп атырған мынау алдымыздағы Алла берген ұл қыздары көзде жүзген аққу қаздай болсын. Әрбір атқан таңымыз арайланып батқан күндеріміз мерекеге батсын. Баршамызға өмір көңіл тілеймін. Той қаласа берсін. Мына қоңсылардың атынан кішкене сауғамыз бар.
мына тойыңыз құтты болсын. Жандостайдың бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Еліне елеулі халқына қалаулы. Сол ел басқаратын үлкен азамат болсын. Той құтты болсын. Ел халық жиналып, бәрі жиналып, асмасын аттан мына алдымызда жатып білдірім оңғараға бар, сақтаяға бар, бұлардың осындай көтеріліс жетіспейді. Жанат Шора, сол себепші Жандос баламыздың бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ата-анасына екі жақта үлкен азамат болсын, елге үлкен азамат болсын. Кішкентайдың бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, үлкен биіктерден көріне берсін. Оралбайға той құтты болсын бәріңізге. Бәріңізде осындай той бола берсін, тойды да кездесейік. Келіп жатқан бөбектің бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау, үлкен азамат болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы, ата-анасына мейірімді. Соның енді сүндеттеген диплом алған тойларында отыра береміз. Assalamu alaikum. Barcha 92'lerden hürmetine Canan Söktü hürmetine sazlarımızda devam edelim. Sevgili